Қайырлы күн, бұл видеода сіздерге жалпы грантқа бизнес план жазамыз, гранттарға қатысатын кезде бизнес план жазамыз. Сонымен қатар бізге бастау бизнес курсының сертификатын алу керек болады. Сол сертификатты қандай сайтқа кіріп алу керек, қалай алу керек, соның барлығын осы видеода үйрететін боламын. Ол үшін ең бірінші сіздер еңбек.kz сайтына кіріп, міне осы жерден регистрация жасасаңыздар болады. Тіркелуге болады, немесе міне тіркелген кезде өте оңай. Ұялы телефоныңызды жазып, астына құпия сөз жазып, сол арқылы кірсеңіз болады. Немесе мынау email дегенді таңдайтын болсаңыз, осы жерден өзіңіздің почтаңызды жазасыз, мына жерге почтаңызды және астына құпия сөзіңізді жазып, пароліңізді кіру батырмасымен кіре бересіз. Егер сізде жоқ олармен тіркелгіңіз келмесе, уақытыңызды үнемдеу үшін, онда сіз міне егов немесе әлеуметтік желілер арқылы деп тұр ғой, сол жерден еговты таңдайсыз және де осы ECP ключіңізді таңдап, сол арқылы кіріп кете бересіз. Мен жағдайымда енді бұл жерде кіріп тұр, сондықтан автоматты түрде осылай өзгеріп кетті. Кәдімгі еговқа кірген сияқты кіре бересіздер, бірақ база сіздерді автоматты түрде осы Skills еңбек.kz сайтына жібереді. Жібергеннен кейін міне кіру батырмасын басасыздар да, жоғарғы міне бөлігінде білім алушы деген таңдайсыздар. Осы жерден міне өз кабинеттеріңізге, кабинет дегенді бассаңыздар, кабинеттеріңізге кіріп, осы жерден курстан өтуіңізге болады. Міне курстар тізімі деген бар. Осы жерден өздеріңізге қажетті курсты таңдап аласыздар. Бізде енді менің жағдайымда мына жерде осы бастау бизнестің 72 сағаттық курсы, сіздерге де осы курсты өту керек болады. 12 модульдан тұрады. Міне сабақтар деген, сипаттамасы, сабақтар, автор деген тұр ғой. Сабақтар деген жерге басатын болсаңыздар, міне барлық сабақтар осы жерде тұр. Енді сіздерге маңызды ескеретін жағдай, сіздер мысалы осы 12 модульдің барлығын мен қалаған уақытымда оқып жүре беремін деген сөз жоқ. 10 күнтізбелік күннің ішінде сіз барлығын өтіп болуыңыз керек. Енді олай созуға болмайды, әрине. Яғни уақытыңызды үнемдеу үшін, барлығы есіңізде қалу үшін. Бірінші міне, мысалы менің жағдайымда міне барлығында галочка тұр, модуль 1 орысша. Енді бұл жерде біз мынау клиентте бізде орыс тілінде бизнес план жазып жатқандықтан орысша жаңағы сертификат керек орыс тілінде, сол үшін не орыс тілінде өтіп жатырмыз. Енді қазіргі таңда бізде менің жағдайымда қазір итоговый тесттен өтемін, қалғанын барлығынан өтіп тұрмыз. Міне барлығында жасылмен галочка тұр, Сіз қандай курстарды өтіп, тесттарын тапсырдыңыз, барлығында міне осылай жасыл галочка болып тұру керек. Міне мұның барлығы мен уже өтіп болдым. Енді маған не қарап тұрсаңыздар, қорытынды тестілеу деген жерде 1 сағат беріледі, ода галочка жоқ. Мен оны қазір енді өтейін деп жатырмын. Вот сол үшін ол жерде галочка тұрған жоқ. Дәл осылай сіздерде барлық сабақтарды қарап 50 минуттан 40 минуттан артық уақыт беріледі. Уақытты барлығы мына жерде жазылып тұр. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде бірінші модуль, міне мына бірінші модульға кіреміз. Модульға кіргеннен кейін міне мына жерде сіздерге видеомен барлығын түсіндіріп қойған видео бар. Сосын мына жерге сипаттамасын, описаниесін жазып қойған. Астында презентация бар, лекция бар. Жүктеу, скачать деп жаңағы жүктеп алуыңызға болады, Кейін екінші сабағына өтесіз. Екінші сабағында да солай видеомен, барлығын презентациямен, лекциямен барлығын түсіндіреді. Одан кейін келесі үшінші сабағына. Әрбір модульда осылай сабақтарын өтіп келесіз да, ең соңында жаңағы міне мысалы міне бірінші модуль бойынша 1 сабақ, 2 сабақ, 3 сабақ, 4 сабақты өтіп болғаннан кейін міне аралық тестілеуін тапсырасыз. Міне аралық тестілеу 40 минут уақыт беріледі. Яғни ол тестілеуде не туралы айтылады? Міне осы жердегі, осы міне сабақта, осы модульда сізге видеода не түсіндірді? Яғни мұқият қарап, түсініп, барлығын қарап шығыңыздар. Себебі көптеген ақпараттар, көптеген мысалдар келтіріледі бұл жерде. Сондықтан осының барлығын қарап, осы жерден әрбір модуль бойынша аяқталған кезінде аралық тестілеулерін тапсырып келесіздер. Дәл осындай 12 модуль болады. 12 модульді аяқтаған кезіңізде, міне 12-ші модульда 2 сабақ және аралық тестілеу, қарап отырсаңыз, осының барлығын 12 модульді аяқтағаннан кейін қорытынды тестілеуді тапсырасыз. 1 сағат уақыт беріледі. Содан кейін уже егер сіз қорытынды тестілеуді жақсы тапсырсаңыз, одан кейін сертификатыңызды жүктеп ала беруіңізге болады. Енді естеріңізге сала кетейін, қорытынды тестілеуді тапсыруға 3 попытка беріледі. Сіз егер екеуінде дұрыс өте алмай,
үшінші попыткада келген кезінде одан тағы өте алмай қалсаңыз, онда уже ары қарай ала алмайсыз. Сондықтан мұқият болыңыздар. Осы қорытынды тестілеуді тапсырғанда өте мұқият болу керек.